Кеш жарық оқырман дос қыздар. Бүгінгі менің сіздерге көрсететін видеом подошва для пинетки қалай тоқылатын көрсетемін. Пинеткеға арналған кішкентай баладардың аяқ киімін табанды қалай тоқу керек екенін соны сіздерге көрсететін боламын. Ол үшін бізге мына жерден 17 петля, воздушная петля дейді, 17 петля алып алуымыз керек. Біреу, екеу, үшеу, төртеу, бесеу, алтау, жетеу, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17. 17 воздушная петля алдық міне. Енді крючоктан үшеуді аламыз міне. Біреу, екеу, үшеу. Крючоктан үшінші петлядан жетеу без накида тоқимыз. Біреу, екеу, үшеу, төртеу, бесеу, алтау, жетеу. Жетеу с накидом тоқимыз. Біреу, екеу, үшеу, төртеу, бесеу, алтау, жетеу. Міне жетіншім. Енді дұрыс тоқыған, дәл менікі секілді дұрыс тоқыған болсаңыздар, сіздерде мына жерде бір петля қалу керек. Осы петлядан біз жетеу с накидом тоқимыз, мынадан жетеу тоқимыз. Осы петлядан біреу, екеу, үшеу, төртеу, бесеу, алтау, жетеу. Жетеу тоқыдық. Енді бағанағы мына соңғы бастаған жібімізді мынаның арасына қалтырып тоқып кетеміз. Енді қайтадан жетеу с накидом тоқимыз, жетеу без накида тоқимыз. Қайтадан жетеу тоқимыз с накидом. Біреу, екеу, үшеу, төртеу, бесеу, алтау, жетеу. Жетеу с накидом тоқыдық. Енді без накида жетеу тоқимыз. Біреу,
Бирөө, экөө, үшөө, төртөө, бесөө, алтау, жетеу. Міне жетіншісі келді міне жерге. Жетіншіні біттік, жаптық, тоқыдық. Енді міне жерде міне көрініп тұр сіздерге. Петлям бар. Осы петлядан мен 4 без накид алам. Бирөө, екеу, үшеу, төртеу. Мынадан соединительный петля жасайм. Міне, шығардым. Енді осыдан 3 биіктікке алам. Бирөө, екеу, 3 воздушная петля биіктікке көтерем. Ілдім с накидом. Енді осыдан 16 тоқуымыз керек. Міне жерден бастап, мына жерге дейін бізде 16 болу керек. Мына воздушный петлямен санағанда, мына биіктікке көтерген жаңағы 3 петля, осы стол битпен санағанда 16 болуымыз керек. Енді яғни 15 тоқимыз енді. Міне бирөө, осы жерден аламын. Екеу, үшеу, төртеу, бесеу, алтау, жетеу, сегіз, тоғыз, 10. 11, 12, 13, 14, 15, 16. 16-ға келдік. Енді міне көрініп тұр сіздерде. Бирөө, екеу, үшеу, төртеу, бесеу қалу керек. Көрдіңіздер міне 5 петля тұр. Соның әрқайсынан 2-2-ден алып тоқимыз. Міне 2-ден тоқимыз. С накидом 2 тоқимыз. Бирөө, екеу, бірінші петляға тоқыдым. Бір петлядан 2 алдым. Екінші петля 2 алам. Бирөө, екеу. Үшінші петлядан 2 алам. Бирөө, екеу. Төртінші петлядан 2 алам. Бирөө, екеу. Бесінші петлядан 2 алам. Бирөө, екеу. Міне осылай болу керек. Енді жаңағы мынаны былайынан мына жерге келгенде бізде 16 с накидом болу керек. Міне бирөө, осы жерден бастап санағанда 16 болу керек енді. Екеу, үшеу, төртеу, бесеу, алтау, жетеу,
7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 16-чыны тоқып біткен кезде бізде мына жерде 3 петля қалу керек. 1 2 3. Осының әрқайсысына осының мынаған 3, мынаған 4, мынаған 3 аламыз. Міне әр петлядан енді 3 аламыз біз. 1 2 3. Бірінші петлядан 3 алдық. Екінші петлядан, ортаңғы петлядан енді 4 аламыз. 1 2 3 4 алдық. Енді мынадан 3 аламыз. Үшіншіден 3 аламыз. 1 2 3 алдық. Мына жерде жаңағы 3 биіктікке көтергендегі соединительный петлям бар. Міне 1 2 3. Үшіншіден аламыз. Содан соединительный петля жасаймыз. 1 2 3 тағы іліп алдық. Біз енді 3-ші қатарға келдік. Көтердік. Енді тағы да осыдан мына жерге дейін 16 с накидом тоқимыз. Енді 15 тоқимыз. 1 және мына жерден алып едік қой. Нені басын екінші қатарды тоқығанда. Енді бұны келесіден аламыз. Міне мына жерден аламыз. 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 16. Міне 16-ны тоқыдық. Енді бізде мына жерде 10 петля болу керек. Міне 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. Осының енді мынадан 2 мына петлядан 1 с накидом 2 аламыз. Келесі петлядан, міне тұр петля, келесі петлядан 1 ғана аламыз. 1 алдық. Келесі петлядан 2 аламыз. 1 2. Келесі мына петлядан 3 аламыз. 1 2 3 аламыз. Қасында міне петля тұр, бұдан да 3 аламыз. 1 2 3 алдық. Бір петлядан 3 столбик жасадық. Енді
Қасында бір петля тұр. Одан біреу аламыз. Қайталаймыз қайтадан. Біреу. Қасындағы петлядан екеу аламыз. Екеу алдық. Тағы да қасындағы петлядан біреу алам. Сынакидам. Бәрін сынакидам тоқып жатырмын. Біреу. Енді қасындағы петлядан екеу алам. Біреу, екеу. Болды. Енді қайтадан аяғына дейін 16 петля мына жерге дейін тоқып шығамын. Тоқып шығайық соны қыздар. тоқып қойдым. Енді егерде сіздер дұрыс, мен секілді дұрыс тоқыған болсаңыздар, сіздерде мына жерде 10 петля болу керек. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 10. Мынаны санамаймыз, бұл соединительная петля мына жаққа бірге қосылады. 10. Содан енді қасындағы петлядан сынакидам екеу тоқимыз. Біреу. Сол петлядан екіншіні алам қайтадан. Екеу. Қасындағы петля бар. Біреу алам. Міне, біреу алдым. Қасында келесі екінші петля бар. Бұдан екеу алам. Сынакидам. Біреу. Екеу. Енді міне қасындағы петля бар. Одан мен біреу алам. Енді мына жерде қарасаңыздар, біреу, екеу, ортада екеу келді. Енді әрқайсынан екі-екіден аламыз. Мынадан екеу, мынадан екеу. Сынакидам. Біреу, екеу. Тағы да қасындағыдан біреу, екеу. Алдым міне. Енді қайтадан мына жерге тоқығандарымды мына жақта қайталаймын. Қасындағы петлядан келесі петля біреу алам. Бір петля алғанның қасындағы екінші петлядан екеу алам. Біреу, сынакидам, екеу, сынакидам. Енді біреу алам қасындағы петлядан, біреу. Екінші қасындағы көрші петлядан екеу алам. Сынакидам. Біреу, екеу. Міне, қыздар. Мына жерде біреу, екеу, үшінші биіктік бар. Мен сол жерден бұны жабамын. Міне. Все. Осымен болдық тоқып. Міне қыздар, бізде осындай пинетке шықты. Бұны аламыз да көрсетпей
түкетпейді, мынау астыңғы жағында ішкі жағында қалады. Бұл баланы мынау жұмсақ жіп, бұл баланың табанына батпайды да, оқасы жоқ, ештен кетпейді. Міне. Егер де сіздер табаны қатты болсын десеңіздер, қыздар, мынаны бір-біріне алып, осып қалындау қып, не көрдіңіздер ме? Екеуі бірдей қалындау қып, бір-біріне екі-екіден істеулеріңізге болады. Міне баланың табаны қалың, қатты, жұмсақ, вернее, нық тұрады деген сөзім ғой. Осылай болады. Бүгінгі сабағым осымен аяқталды. Лайк басып, подписаться етіп, комментарий қалдыруларыңызды сұраймын. Рахмет, менімен бірге болғандарыңызға. Келесі видеоға дейін қош сау болыңыздар.